Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақ ордасы арнасында кезекті апталық шолу. Бүгін біз Абай облысындағы алапат өрт, Ахметовтың қызметтен кетуі, Мұхаммедиұлының соттағы соңғы сөзі, өрттен қаза тапқандардың бірінің жүкті болғаны, әкім орынбасарларының парамен ұсталуы, Жусан банктың Қазақстанға қайтуы, ұлттық құрылтайдағы негізгі мәселелер туралы айтпақпыз. Ендеше кеттік. Абай облысындағы 15 адамның өмірін жалмаған телсіз жау оқшауланды. Төтенше жағдайлар министрлігі 8 маусымда басталған Семей орманы резерватындағы өрттің 14 маусым күні кешкі сағат 9-да оқшауланғанын ресми мәлімдеді. Кейін төтенше жағдайлар вице-министрі Ибрагим Күлшімбаев орман өртін толық сөндіруге әлі 5 күндей уақыт керек екенін жеткізген еді. Айта кетейік, бір аптаға созылған өрттің жалпы ауданы 60.000 гектардан асады. Абай облысындағы алапат өрт 2 министрліктің жауапкершілігін әшкерелеген секілді. 12 маусым Қазақстан бойынша жалпы ұлттық аза тұту күні болып жарияланды. Көпшілікке өрттің неден шыққаны беймәлім. Ал біз айтайық. Өрттің шығу себебіне қатысты тергеу органдары 3 нұсқа бар екенін атап өтті. Олар қасақана өртеу, салғырттық және табиғи фактор. Өртке байланысты 2 қылмыстық іс қозғалғаны айтылды. Бұдан бөлек Ұранхаев, Илин және экология министрі Зүлфия Сүлейменовадан да өртке қатысты жауап алынбақ. Ал өрттің қалай бастау алғанын, себебі мен салдарын біз орданың арнайы шығарылымында айттық. Сілтеме мына жерде. Өрттің ошағына айналған Шығыс Қазақстан облысында көптен күткен тағайындау. Әкім тағында 9 жыл уақыт тапжылмай отырған Даниал Ахметов қызметінен босатылды. Саяси салмағы ауыр мемлекеттік қызметкердің бірі саналатын Ахметов 2017 жылы зейнетке шыққан еді. Бірақ оның құзыреті 2022 жылға дейін ұзартылды. Естеріңізде болса, 2022 жылы Тоқаев Ахметовті қызметінде тағы бір жылға қалдырды. Шығыс Қазақстан облысының әкімі болып Қазақстанның Ресейдегі елшісі қызметін атқарған Ермек Көшербаев тағайындалды. Мәселесі шаш етектен келетін Шығыс Қазақстан облысы мықты маманның жұмысына сусап тұрғаны анық. 16 маусым күні Астанадағы Байқоңыр ауданының номері 2 сотында бұрынғы мәдениет және спорт министрі, ұлттық музейдің директоры Арыстанбек Мұхаммедиұлы соңғы сөзін айтты. Сот залында Арыстанбек Мұхаммедиұлынан бөлек оның орынбасары Алмаз Нұрасхан, экспонат мердігерлік ұйымы директорының орынбасары Азамат Көшенов және компанияның бухгалтері Айым Сәдуақасова болды. Айта кетейік, ұлттық музейдің бұрынғы директоры Арыстанбек Мұхаммедиұлы 2022 жылы ұсталған еді. Соттағы соңғы сөзін айтқан Мұхаммедиұлы, мен кез келген жазаға, тіпті ату жазасына да келсемін. Тек ақша жымқыру емес. Қазақтың керемет мақалы бар, өлімнен ұят күшті. Айыптау актісінің жаңа тұжырымында прокурор ұрлық пен қастандықтың бірде-бір фактісін келтірмеген. Сонымен қатар айыпталушылар тарапынан заңсыз әрекеттер болған жоқ, деді бұрынғы министр. Абай облысындағы алапат өрт кезінде қаза тапқан Мейрамгүл Жиенбаева жүкті болған. Өзекті өртейдің өкініші әрине. Бұл туралы Массагет KZ сайтына сұхбат берген марқұмның досы хабарлады. Құрбысының айтуынша, филиал басшылығы бірінің артына бірі тығылып, кабинеттерінде жүріп, күні бойы түк істемеген. Марқұм Мейрамгүл қоңырау шалып, 7 шақырым қалды, 2 шақырым қалды деп қайта-қайта дабыл қағады. Ал соңғы рет байланысқа шыққан кезде өрттің ортасында қалғанын ғана айтып үлгерген. Барадулиха ауданы бойынша бас дәрігер Айжан Амангелді марқұм Мейрамгүлдің жүктілігіне байланысты тергеуге тұрып үлгермегенін, мұндай ақпарат жоқ екенін айтты. 15 маусым күні сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бизнесті қорғау бойынша қабылданып жатқан шаралар аясында кәсіпкерден пара алды деген күдікпен Павлодар облысы әкімінің орынбасарын тұтқындады. Антикор мәліметі бойынша күдікті жолдарды жөндеуге мемлекеттік сатып алу шартындағы орындалған жұмыстардың актілеріне кедергісіз қол қойған. Қазіргі күні іс бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
күдікті Павлодар қаласындағы уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Әкімнің орынбасары пара алып ұсталған жағдайда әкімдікті де бір тексерген артық болмайтын секілді ағайын. Қалай ойлайсыздар? Себебі парақорлық тамыры тереңге жайылған бәйтеректей берік бекінетін нәрсе ғой. Әңгіме әкім орынбасарына қатысы болғанда, Тараз қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Қайрат Сарытайдың Грузиядан Қазақстанға экстрадицияланғанын айтпай кетуге болмас. Грузияның әділет министрлігі лауазымдық құзыретін асыра пайдаланғаны және 50 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын ысырап қалғаны үшін күдікті деп танылған Тараз қаласының әкімі бұрынғы орынбасарын ұстап беру туралы Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының сұрау салуын қанағаттандырды. Шетелде бой тасалап, шалқып өмір сүремін деген ол Астана қаласының тергеу изоляторына қамалды. Қайрат Сарытай 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы әбден мүмкін. Әділет министрлігі 2021 жылы шетелдік юрисдикцияға шығарылған Жусан банк пен телекоммуникация, ауыл шаруашылығы және өзге салалардағы активті қамтитын Жусан тобы Қазақстанға қайтарылғанын хабарлады. Бірқатар компания арқылы Жусан тобының түпкілікті бенефициары Назарбаев қоры. Енді Жусан тобы Қазақстан заңнамасы бойынша үкімет пен басқа да мемлекеттік құрылымдардың бақылауында жұмыс істейді. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістанға жұмыс сапарымен келіп, ұлттық құрылтайдың екінші отырысын өткізді. Тоқаев ең әуелі бүкіл түркі дүниесіне танымал ғұлама Қожа Ахмет Яссауидің және осында жерленген тарихи тұлғалардың рухына тағзым етіп Құран бағыштады. Сондай-ақ мемлекет басшысы кесененің тарихи келбетін сақтау жөнінде тапсырма берді. Сонымен қатар құрылтайда көтерілген негізгі мәселелер келесідей. Ең алдымен су тапшылығын болдырмау, әкімдерге бірқатар ескерту жасау, мемлекеттік нышандарды жетілдіру, мемлекеттік наградалар жүйесін қайта қарау, ұлтымыздың тарихи сана сезімін жаңғырту, мәдени мұрамыздың жан-жақты дәріптеу, Яссауи тану ғылыми орталығын немесе институтын құру, қазір бірнеше нысанды трансұлттық аталымдар бойынша ЮНЕСКО тізіміне енгізу, отбасындағы зорлық-зомбылық мәселесін шешу, ақпарат саясатының тиімділігін арттыру. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, осымен Қазақ ордасының апталық шолуы тәмам. Төреғали мен өрттен басқа не жаңалық болды десеңіздер, бізді қараңыздар, ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар. Жақсылық Зейнешев жақсылықта, жолыққанша ағайын.